Менің атым Алихан, жасым 21-де. Оқиға менің басқа қалаға жұмысқа шығуымнан басталған еді. Қарағанды қаласында жаңа жұмысқа орналасып, біраз уақыттан кейін жақсы нәтиже көрсеткен соң, мені және Дәулет деген жігітті Ақтөбедегі филиалға командировкаға жіберді. Барған бойда бастығымыз бізді қаланың ескі ауданындағы өте нашар, қараңғы 2 бөлмелі пәтерге орналастырды. Қала біз үшін мүлде бейтаныс болғандықтан, заттарымызды тастап, кешке шығып, қаланы аралап қайттық. Үйге түнгі 12 шамасында оралдық. Дәулет намаз оқитын, дінге жақын бала еді. Бірақ осы пәтерге келгеннен кейін бірде-бір рет намаз оқымады. Өзі де өзгеріп кеткендей болды. Үйге келген бетте ол бірден ұйықтап қалды. Ал мен наушник тағып, телефон қарап ұзақ жатып қалдым. Бір кезде уақытқа қарасам, түнгі 3 наушникті шешіп, көзімді жұмбақшы болғаным сол еді. Үйдің ішінен еден сықырлағандай дыбыс шықты. Сырттан шыққан шығар деп мән бермей, балконның терезесін жауып, орныма жаттым. Сол сәтте кухня жақтан шкафтың ашылған дауысы анық естілді. Дәулет, дедім, жауап болмады. Тек шкафты қатты жапқандай тарс еткен дыбыс шықты. Не болып жатқанын түсінбей қалдым. Орнымнан тұрайын деп жатқанымда екінші бөлмеден Дәулеттің қорылдаған дауысы естілді. Яғни ол емес. Осы кезде жүрегім су етіп, бірден жынба деген ой келді. Қорқыныш билеген соң Фатиха сүресін айта бастадым. Сол сәтте үйдің ішіндегі шамдар жанып өшіп, одан сайын үрейлене түстім. Есіме жындар аят әл күрсиді естісе кетеді деген сөз түсіп, көрпенің астына кіріп, телефондан сүрені іздей бастадым. Сол сәтте құлағымның түбінен біреу демалғандай болды. Аяқ қолым тырсынып, қозғалмай қалдым. Әрең дегенде сүрені қосып едім. Жанымнан біреудің баяу жүріп, басқа бөлмеге өтіп бара жатқан дыбысы анық естілді. Сүре маған күш берді. Көрпенің астынан шықтым да, Дәулетті оятайын деп орнымнан тұрдым. Бірақ дәл сол кезде көзім кухняның есігіне түсті. Есіктен ұзын бойлы, басы жүн-жүн, адамға ұқсас қараңғы силуэт басын шығарып, менен қорықпа, саған тимеймін, деді. Дауыс суық қырылдаған, бөтен аяғым тағы да тырсырып қалды. Қатты қозғала алмай тұрғанда, артымнан Дәулеттің ыңырсыған дауысы шықты. Жалт қарадым да, оны оятып алдым. Дәулет бастырылып қалған екен. Кухня жаққа қайта қарасақ, ешкім жоқ. Біз дереу сыртқа жүгіріп шықтық. Мен сол пәтерге қайтпаймын деп қонақ үйге кеттім. Ал Дәулеті мен намаз оқимын, қорықпаймын деп пәтерде қалуды шешті. Келесі күн таңертең жұмысқа барғанда Дәулеттің қатты өзгергенін байқадым. Өз-өзімен сөйлесіп, бір бұрышқа қарап күліп қояды, тез ашуланады. Жағдайдың оңай емес екенін түсініп, мешітке барып имамға айтып бердім. Имам, оның ішіне жын кіруі мүмкін. Қорыққан адам әлсіз болады. Сол себепті жын оған оңай кіреді, деді. Доны алып келі, деді. Үйге барсам, Дәулет балконда отыр екен. Оны мешітке апару үшін сөйлестім. Бірақ ол маған боқтап, өзін терезеден тастауға әрекеттенді. 6-шы қабат. Оны тоқтату үшін амалсыздан күш қолдандым. Бірнеше соққыдан кейін ол есін жоғалтты. Дереу такси шақырып, мешітке апардым. Имамдар ұзақ оқып, дұғалар жасап, жынды шығарып алды. Түйін жын маған емес, Дәулетке кірген себебі. Ол қатты қорқып, әлсіз күйде болған. Қорқыныш адамның рухани қорғанысын әлсіретеді. Сондықтан қараңғы, лас ескі орындарда абай болу керек. Алкоголь ішкен адамда әлсіз болады, жынға жол ашылады. Ең бастысы, ешқашан қатты қорықпаңыз. Жыннан, адамнан, жануардан емес, тек Алладан ғана қорқу керек. Бұл менің өмірімдегі алғашқы және ең қорқынышты жынмен кездесуім болды.